Сәлем достар, бірігіп Рандалдағы бізде 46-шы есепті шығарайық. Электродинамика бойынша бізде жалпы не берілген? Бізде резистор берілген. Бізде резистор берілген, және де капаситор берілген. Ең алдымен осы капаситорды зарядтаймыз, және де разрядтайды екенбіз резистор арқылы. Сонда бізде мынандай шығады суретіміз. Мына жерде бізде резистор и мынандай. Мына жерде бізде капаситор, резистор бар дейді. Және де біз осы кернеуді, капаситорды резистор арқылы разрядтап, зарядтап отырады екенбіз. Осы жерін қосып алып отырамыз деген сөз. Және де көре аламыз, что волтаж жартыға келгенде осцилловтың көмегімен конденсатордағы кернеу бастапқы мәннің жартысына келгенде дейді 2,5 миллисекунд уақытта төмендегенін көрдік дейді. Осыдан кейін сол резистор мен конденсаторды қолданып біз low pass filter жасайды екенбіз да, сүзгінің өтпелі жиілігін табуымыз керек екен. Ал енді есептейік. Бізде конденсатор резистор арқылы разрядталғанда оның кернеуі уақыт бойынша экспоненциалды түрде кемиді деген. Дұрыс па? Бізде бұлай есептелінеді. Минус Т бөлінген тау. Жалпы бізде тау ол неге тең? Тау бізде RC-ға тең. Дұрыс па? Оны біз қайдан білдік? Оны біз мынадан білдік. Бізде бұлайдан экспоненциалды түрде кемиді. 0 болмайды, 0-ге ұмтылады деп айтамыз. Осы жерде кеміп, мынандай бір нүктеден алған кезде, кеміп басқан кезде конкретно осы жеріміз бізде осы аралық бізде тауға тең. Ол бізде L бөлінген R-ға тең. Осы жерде бізде тау R бөлінген C-ға тең деп аламыз. Және де бізде айтылған, что мына жерінде voltage decrease to half жартысына келген кезде V initialдың жартысына кеміп бастайды делінген. Яғни бізде V finalымыз V нөлевой бөлінген 2-ге тең деген сөз. Дұрыс па? Значит, бізде V final бөлінген V нөлевой ол 1 бөлінген 2-ге тең. Ал енді осыны мына формулаға қойып есептейміз. V final бөлінген V нөлевой тең E минус Т бөлінген тау. Таудың орнына біз сразу RC деп жазсақ болады. Дұрыс па? Ал енді бізде V final V нөлевой ол 1 бөлінген 2-ге тең екенін біз анықтап алдық қой. Енді осыны біздің теңдеуге просто теңестіре саламыз. Т бөлінген RC. Мына жерде біз Еден құтылу үшін біз оны бұл теңдеуді іліндауымыз керек. Осыны іліндаймыз. 1-2. Ол бізде Т бөлінген RC-ға тең. Ал енді іліндасақ, бұл жерден бізде минус ln 0,5 бөлінген Т. Т-ны біз сразу мына жаққа қарай жібере салдық. И тең болады. Мына жаққа қарай жібердік. Тең болады. Біз іліндаған кезде Еден құтылдықта мынандай теңдеу шықты. 1 бөлінген RC шығады. Дұрыс па? Енді осы жерден бізде RC ол дегеніміз бізде омега тең. Омега ол бізде 2π фреквенсиға тең. Болды, осы жерден біз фреквенсиді таба саламыз. Өте оңай. 2 минус астына қарай кетеді ғой. ln 0,5 бөлінген 2π Т-ға тең. Бізде бөліміміз қаншалықты артса уақыты, фреквенси соншалықты төмендейді. Дұрыс қой? Бөлімі көп болған сайын бізде шығатын мән азая бастайды. Болды, енді осыған
бізде берілген сандарды орнына қойып шығара саламыз просто. 15 мынаның калькулятормен есептей салам. 2 көбейтілген 3-те 14 көбейтілген т бізде 2-5 миллисекунд деп берілген, -3. Бұл примерно бізде 44-те қанша еді? 1 керіс шығады екен. Біз 47-ші есепті шығарайық. 47-ші есепте жалпы бізде не берілген? Бізде RC циркуит берілген. RC циркуит берілген. Болды. RC циркуит берілген және де бұлар параллель жалғанған. Бізде астында айтады, фейзер диаграммасын қолдану арқылы IR мен IC-дің қалай жатқанын табу керек. Бізде химк берілген, резистор мен конденсатор үшін ортақ нәрсе не екенін анықтау керек. Соны бастапқы фейзер ретінде алып, есепті шығаруымыз керек. Есеп шығарғанда аналардың просто бағыттарын анықтауымыз керек сияқты ғой. И соны анықтау арқылы біз Б бөліміндегі есепті шығара аламыз. Бізде осы конденсатор мен резистор үшін ол кернеу біздің негізгі фейзер ретінде аламыз. Резисторда ток пен кернеу бағыттас болады. Бізде кернеу осылар фазалас болады. Ал неміз конденсаторда ток кернеуге 90 градуста жатады. 90 градус тура түсіп жатады, короче. Бізде IC IC, короче. И енді осы жерден біз бастапқы немізді анықтауымыз керек. Б тобында айтылған, что 90 градус айырмашылық болып тұрғанын таптық қой. Сондықтан олар жай сандар сияқты қосып, I total таба алмаймыз. Біз бұны Пифагор арқылы шығарамыз. Қалай десеңіздер, мына жерден біз былай бір тура ортасынан шығарсақ векторымызды, бізде I0-ды белгілейді. И біз бұны былай жаза аламыз. Оны өшіре тұрайын. Векторымыз былай тұр ғой біздің қазір. Біздің просто мына векторды алып, мына жерге алып келіп орналастыра аламыз ғой. Сол кезде бізде мына жерде болмайды. Мынандай шығады. И бұл бізде неге ұқсайды? Мына жеріміз 90 градус Пифагорға ұқсайды. Пифагор арқылы AB, C'ді таба аламыз. С дегеніміз бізде ол I0. Болды, енді есеп шықты. Просто өрнектеу ғана қалды. Мына жерде квадрат IR квадрат қосылған IC квадрат. И осыны екі жағын түбір астына алып шығарамыз. Кассалясына түсірейін. Түбір астына шығарған кезде бізде I0 өзі шығады. IR-ді біз V квадрат бөлінген R квадрат қосылған X-ray деп ала саламыз. И осы жерден біз мынаны сыртқа шығарып жіберсек болады. Волтажымызды. И бізде астына не қалады? 1R квадрат. На X-ны біз ала аламыз, что ол омега квадрат С квадратқа дейін деп. X ол омега С дейін ғой. И просто осыны квадраттап алып шығарамыз. И осы жерден бізде не шығады? I0 тең волтаж бөлінген омега квадрат С квадрат плюс 1 шығады. Жалпы есеп осы, что біз просто мына жерде